Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайындағы қатпарлы жұмсақ болып шығатын самса дайындайтын боламыз. Менде ыдысымызда 500 грамм ұн електен өткізілген. Керегінше тұзымызбенен суымызды құйып, осылай жақсылап қамыр жасайтын боламыз. Енді осы қамырымызды пакетімізге салып, 30 немесе 40 минуттай тындырып қоятын боламыз. Мен тынған қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп, екеуіне де жұқа етіп жақсылап жайып алдым. Менде видеода көрінгендей осылай жайып алдым екі қамырымызды да. Енді маргаринімізді ерітіп, осы қамырларымыздың үстіне жағып алатын боламыз. Менде маргариннің проценті 72%. Сіздердің самсаларыңыздың жақсы, жұмсақ, қатпарлы болып шығуының ең басты маңыздысы осы маргарин болып табылады. Маргариндеріңіздің проценті жоғары болса, самсаларыңыз жақсы болып шығады. Мен осы видеодағыдай етіп, қамырды бірінің үстіне біріні қойып, осылай маргаринні жағып, дөңгелектеп, осылай орап алдым. Енді осылай барлығына бірдей етіп кесіп, бөліктерге бөліп алдым. Осы бөліктерімізді тағы да пакетке салып, 30 минутқа холодильникке қойып қоятын боламыз. Ол уақытта мен ішіне қосатын салмаларымызды дайындап алдым. 2 дана пиязымызды майдалап турап, үстіне керегінше тұзымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырып алдым. Менде тартқыштан өткізілген ет және кішкене құйрық май, және 2 дана майдалап туралған картошка. Осылай барлығыны араластырып аламыз. Мен кішкене зіре және самсаның приправасынан қостым. Міне осылай барлығын жақсылап тағы да қолымызбен араластырып, бір қалыпқа келтіріп аламыз. Мен самсаның қамырыны барлығыны бірдей жайып алдым. Маған осы ыңғайлы, және осылай барлығына бірдей етіп салмамызды салып аламыз. Мен осылай самсаларды 3 бұрыш етіп түйдім, және қызып тұрған духовкамызға 20-30 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің самсаларымыз пісіп шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қараңыздар, біздің самсамыз осылай әдемі, жұмсақ және қатпарлы болып шықты.